келесі мәселе, енді барлығымыз білеміз, біз қорықтарды аштық, саябақтарды аштық, қорық қорларды, резерваттарды аштық, және де сонымен қатар әрбір мемлекетте сирек кездесетін немесе жойылып бара жатқан, жойылып кеткен жануарлар мен өсімдіктерді жинайтын бір арнайы кітапша бар, Бұл кітаптың аты Қызыл кітап. Бізде Қазақстанда бірінші Қызыл кітап, яғни бірінші басылымы 1978 жылы Слуцкий деген ғалым бастайды, яғни ашады. Ол жерге омыртқалы жануарлар кіреді, және де басқа өсімдіктер мен жануарлар кірмейді, тек қана омыртқалы жануарлар. Сосын 1981 жылы өсімдіктерге арналған Қызыл кітаптың келесі басылымы шығады. Яғни банағы омыртқалы жануарлар Слуцкий арқылы, сосын 1981 жылы өсімдіктерді қосады. Қызыл кітаптың екінші басылымы 1991 жылы бұл жерге өсімдіктер кіреді, және алғашқы болып омыртқасыз жануарларды енгізеді. Яғни бірінші басылымда тек қана омыртқалы жануарлар, сосын ол 81 жылы өсімдіктермен толықтырылады, және екінші басылымда 91 жылы омыртқасыз жануарлар енгізіледі. Өсімдіктер, омыртқалы жануарлар және омыртқасыз жануарлар. Келесі, үшінші басылым 1996 жылы шығады, және төртінші басылым 2010 жылы толықтырылады. Яғни омыртқалылардың, омыртқасыздардың, өсімдіктердің барлығымен толықтырылып, төртінші басылымы шығады. Енді Қызыл кітапқа енген тірі ағзаларды қарастырайық. ОБТ-да кездесу мыңын қараңыздар. Жануарлардың ішінде сұңқылдақ аққу, қара құйрық, барыс, ақбарыс, тырна. Барыстарды әлі күнге дейін Алматы қаласында тауларында арнайы камераларды қойып аулауға тырысады. Яғни қорықтардың ішінде қарап отыруға, бақылап отыруға тырысады. Өсімдіктердің ішінде тянь-шань шыршасы, қылша, яғни эфедра, арша, қызғалдақ түрлері, алтын тамыр, ақ терек, жабайы алма, қара және ақ сексеуіл. Бұларға міндетті түрде тиісуге де, жұлып алуға да болмайды, заң бойынша қатаң тыйым салынған. Және бізде арнайы эндемиктеріміз бар. Бұл жалман, алдыңғы сабақта өттік, жетісу, бақа тісі, мензбир суыры және қара құйрық. Бұны жазып, жаттап алыңыздар, ОБТ-да кездесу мүмкін. Енді осы эндемиктерді толығырақ зерттеп шығайық. Қараңыздар. Сирек кездесетін жойылып бара жатқан жануарлардың түрлері, мысалы, бірінші эндемик, бұл жалман, кішкентай тышқанға ұқсайды, құлағы үлкен, қорегі жасыл шегіртке, көк қасқа шегіртке. Қай жерде мекендейді? Бетпақдала, Алакөл мен Зайсан қазан шұңқыры. Сол жерде мекендейді екен. Сосын мензбир суыры бұл ең кішкентай суыр, және профессор Мензбир құрметіне аталған. Қай жерде мекендейді? Қазақстанның таулы аймақтарында мекендейді екен. Келесі жануарлар қара құйрық қорегі улы өсімдіктер, құйрығының ұшы қара болып келген. Және де мекен ету бұл Арал маңында, оңтүстік Балқаш маңында, Қызылқұмда мекендейді екен. Келесі жануар, қараңыздар, бұйра бір қазан, пеликан, басқаша атауы, қорегі балықпен қоректенеді, және тамағында қапшығына 4 килограммға дейін қорек сияды екен. Олар желкесінде шоқ қауырсындардан тұратын бұйра айдары бар. Қай жерде мекендейді? Балқаш, Алакөл, Зайсан, Торғай, Сырдария өзендерінің төменгі сағасында ұя салады. Яғни бұл жерде мекендейді, бұларға міндетті түрде тиісуге болмайды.